Ассалаумағалейкум Шадияр мырза. Қалайсыз? Уалейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Құрметті Шадияр мырза, енді абырой жайында айтып жүрсеңіз, қашан Құдай қаласа басталып, қашан бітеді және де қандай шарттары бар деген сияқты. Абырой шыққанымыздың Құдай қаласа біз бүгінгі күнде документ жайлы кішкене созылып кеткені болып тұр ғой. Бірінші мәселе бізде январ айында болған оқиғадан кейін көресіз акимат шашылып, бірде-бір қағаздар қабылданбай қойды. Содан енді Құдай қаласа осы апрель айына уже принципе уже уәде етіп жатыр, проекттердің бәрі дайын болады деп уже Құдай қаласа. Бізге сол АПЗ шықса болды, АПЗ шықса уже котлованға қосып бұйыртса бастаймыз иншаллах. Егер апрель айында алаң қалаумен котлован бастасақ, Құдай қаласа, майда уже общий құрылыстың несі басылып кетеді уже. Котлован біткеннен кейін сразу бетонный часть. Бұйыртса деп отырмын, бірінші очередте осы жылдың соңына қарап өткізіп бастауға әрекет жасау керек А блоктарын. Это 3 блок қой бізде, А, Б, В мысалы, 3 блок. Соны бұйыртса, енді не бойынша мысалы почти 2-2,5 ай уже біз қатты не қалды мына документацияны. Енді биыл жылдың соңына шейін үлестер ғой, иә? Иншаллах, бірінші блокты предчистовой өткізуге мысалы әрекетін жасаймыз. Сосын уже арғы уже әр 2 ай сайын қалған блоктар. Қазір алам дегендерге қанша квадратурасы болып тұр? Қазіргі данный момент бізде қазір үлкен өзгерістер болып жатыр ғой, доллар бойынша. Сосын бізде нарық бере алмаймыз. Өйткені қазір осы бір айдың ішінде бәрі шешіледі. Как раз біз котлован қазып бітеміз дегенше, Құдай қаласа, Орал қаласынан отдел продаж келеді, иә? Иншаллах, уже апрельдің аяғына майға жуық, уже Орал қаласынан маркетинг жасайтын қыздар бар. Олар уже полный рост осы салада істеп жатқан қыздар біледі өзінің жұмысын. Қалай не алатын бәрін реклама жасайтын. Иншаллах, енді сол майдан бастап бұйыртса уже общий құрылыстың бәрі басталады, Құдай қаласа. Ісіңізге сәттілік, сізге Алланың нұры жаусын, иншалла. Барлығы абырой, жеке абыройымыз, абыроймен бітсін иншалла.